Бүгін көңіл-күйлерің қандай? Жақсы. Өте тамаша. Балалар, менің қолымда бір бар. Бұның ішінде не бар? Өте тамаша. Балалар, мынау қандай асық? Қызыл, үлкен, иә? Ал, мынау қандай асықтар? Кішкентай асықтар, дұрыс айтасыздар. Балалар, біз асықтармен қандай ойындар ойнаймыз? Асық ату ойыны, қан талапай ойын ойнаймыз, иә? Балалар, мынау асық бізде қан асық деп айтылады, иә? Бірінші бастайды. Бастаймыз ба балалар ойынды? Иә. Ал, 1, 2, 3, қан талапай! Өте тамаша. Балалар, қан асық кімге? Қанда ойында бірінші қан бастайды. Ал балалар, ойынды бастамас бұрын кім асықты атады? Мына жерден асық алып, тақтаға ілеміз, иә? Өте тамаша. Ойында қан бастайды. Ортаны ашамыз. Асықтарды атып, өзімізге көп асықтар жинауға тырысамыз, иә? Осымен ойын аяқталды. Келесі ойынымыз төрт асық ойыны. Төрт асық ойында қандай түсті асықтар бар балалар? Көк, сары, жасыл, қызыл. Яғни осы сәйкес асықтың түстеріне сәйкес біз әрбір бұрышта төрт бұрышында отырамыз. Кейін мынау текше арқылы, яғни әркімнің өз түсі бар, иә балалар? Текше арқылы, текшені лақтыру арқылы мына асықтармен біз не істейміз? Алға қарай жүреміз, қадам басамыз. Мысалы, мен лақтырсам, міне жасыл түс түссе, яғни еркеназ асықты бірінші орнына қояды. Одан кейін еркеназ лақтырып, міне қызыл түс түссе, айғаның асықты қояды. Сөйтіп, осы асықтарды жүру арқылы мына мәреге кім бірінші жетеді, сол бала ойынды жеңімпаз атанады. Түсіндіңдер ме балалар? Иә. Олай болса ойынды бастаймыз. Балалар, кім мәреге жетті? Жасыл. Ал мына біздер істеді? Жеңіске